Астанада халықаралық каллиграфия шеберлік сағаттары өтіп жатыр. Жазба байлықты жаңғыртып жүрген шеберлер келушілерге бірнеше стилде графикалық жазу үлгісін көрсетті. Еске салайық, шара басы кеше Құс-сихат көрмесінен басталған. Көрмеде көптің көңілінен шыққан ең құнды жәдігер Мұхаммед пайғамбардың папирусқа жазылған 2 хатының көшірмесі. Толығырақ әріптесім Зұлқарнай Ермұратұлы толықтырсын. Талайбек Қожамұратов Қырғызстан азаматы. Ислам каллиграфиясын 1992 жылы 93 жылдар үйрене бастаған. Сол кезеңдегі Бішкектің бас имамынан тәлім алған, бірақ күнделікті күйбіңтірліктен көне өнерден біршама уақыт қол үзіп қалыпты. Көркем жазу бойынша. Ошо биринчи устаздарыбыз Жолборсхан Маруфулу, экинчи устазым Абдулмажид Кары деп Бишкектин имамы болгон ошол киши негизги устаздар ошолор болгон. Көркем жазу боюнча. Ошодон башталды, кийин бир аз тоқтап қалып, дагы баштадым, жаңыдан баштадым. 21 жылдан бери кайталап жазып атам, баштадым. Ижазаңыз бар ма? Ижаза жакында болот. Ал Асылбек Орынбасар Қазақстандағы ижазасы бар жалғыз каллиграф. Әрі елордадағы республикалық бас мешіттегі көне жазулардың авторы. Мешіт қабырғаларын көркемдеуге 3 жыл уақытын жұмсаған. Ислам каллиграфиясының алғашқы ижаза алған адамымын осы Орта Азияда бойынша 5 мемлекеттің ішінде. 2022 жылы Ирсика деген ұйым бар. Бүкіл дүниежүзілік мұсылмандар қауымдастығына қарайтын. Штаб-квартирасы Стамбул қаласында, Түркияда. Сол жерде мамыр айының 22 жылда алғанмын ижаза. Ол ижазаны алу тарихы 10 жылдан астам уақыт алды. Ижаза деген каллиграфия өнерін өзге шәкірттерге үйретуге болады деген рұқсат қағазы. Бір сөзбен айтқанда диплом. Ол болмаса өнеріңді бағаланбайды. Каллиграфия ғасырлар бойы қалыптасқан өнер мен руханияттың айнасы. Ол тек графикалық суреттер жиынтығы ғана емес, тарихы терең рухани мәні бар құнды мұра. Араб каллиграфиясының 7 түрі бар. Соның ең көп тарағаны әрі ең көне түрі дивани стилі. Каллиграфия тек қана араб графикасымен жазылған, оны каллиграфия айтпайды. Каллиграфия ол жалпы мысалы латин тілінде жазылған, ол да каллиграфия. Немесе кириллицамен жазылған каллиграфия. Араб графикасының каллиграфия ол үлкен өнер. Сосын ол бір өркениеттің нышаны. Ол каллиграфия арқылы көп нәрсені түсінуге болады. Айта кетейік, 3 күндік шараның өтуіне Орталық Азия мұсылман ақсақалдар кеңесі ұйымы мұрындық болған. Рухани жиынға зиялы қауым өкілдері, сенат депутаттарымен қоса қала тұрғындары көптеп жиналды. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ілияс Түлкібай, Жібек жолы.